Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай дәмді әрі оңай жасалатын котлеттің рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Жаңадан шыққан видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Котлет дайындау үшін ең алдымен 2 орташа пиязды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін туралған пиязды фаршымызға қосамыз. Фарш менде тауықтың төс етінен жасалған. Сіздер қалауыңызша кез келген фаршты алуға болады. Одан кейін 2 жұмыртқаны осылай араластырып қосамыз. Одан кейін 200 грамм айран қосып, 2 тіс чеснокты ұсақ теркадан өткіземіз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка және аздап қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді котлеттерімізді қызып тұрған майда 1 ас қасықтан салып, 2 бетін қызартып, қуырып аламыз. Қуырып болған котлеттерімізді осындай ыдысқа салып, бетін фольгамен жауып, 15-17 минутқа 180 градус пешке салып аламыз. Сол кезде котлеттер толығымен пісіп шығатын болады. Міне, осымен котлеттер дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы оңай рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.